Баршаңызға қайырлы күн. Өте қарапайым жолмен қайнатпай дайындалатын чертополох немесе цицибили дайындаймыз. Мен бұл жерде 5 кг помидорды алдым, жақсылап жуып, тазалап, оны ет тартқыштан өткіздім. Және 5 кг 1 кг қызыл тәтті бұрыш қостым. «300 грамм чеснок, алты-жеті штуктай ашты бұрыш және хрен тамырын қостым. Міне барлықтарын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз. Басында 3 ас қасық қостым, кейіннен тағы 2 ас қасық тұз қостым. Және 6-7 штуктай аспиринімізді қосып, бір түнге қалдырамыз. Міне біздің бір түніміз өтті. Ешқандай ашымаған, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Менде 5 кг-нан 6 литр чертополох шықты. Жасап көріңіз.